ауданда батқа қонып болғанда әлдеймен қалке мыңдаған аттылар тобын ертіп Қалутонның күнгейбетінде қос қарағайлы кезеңге қарай көсілте жөнелді. Бұл Қалутон мен Құржықтың арасындағы атам заманнан бергі ат бәйгесі осы арада болып жататын, аңқасы кен жатағай асу болатын дейді. Қарақас байтайлақ жантай болып рондас келетін жәдікпен черушіні меркітпен шыбарай қырдалып, оңтүстік жақтағы төбеге түсті. Қарақас молқы ителін алып, солтүстік жақтағы төбеге тартты. Екі елдің бақысын асатып майдандай жікке бөліп арада үлкен бір ағын жатыр дейді. Әйгілі жүйріктермен чаң қаппаған балбанға берілетін сыйларда елде сырт оқшау орналастырылған. Оқшау маталған қысыр аттардың оқталы аттар, бұйдалы атандар қайған жығада кететін белгісіз. Ақ күміс асыл кездеме салынған сақтықтарына саны баршылық дейді. Жұрт осының барлығын бағана Сәлімбек санап өткеріп алғанда бірнеше ел иелерін қон житіп мықты азаматтарға бақтырып қойған. Осы кезде жалғұйрығын өріп, кекілін қызылмен çoқтаған, өңкей бір қанжардай қатқан жарауларды тобықтай балалар мініп, үлкен топтан іріктеле бастады. Аттың саны 2 дүзге жетті, әлі келіп жатыр. Осы аттарды асық сарылап шыққан әлдей, анау оқшау топта тұрған Сәлімбек естірді. Күрегат қайда, күрегаттен? Күрегат қосылмайды деп саңқ ете түсті Сәлімбек. Неге? Аңдайыма жазылған сыбағыма таласпаңдар, қалғанда жетеді сендерге деп.